Сәлем достар, лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Кофеин әлемдегі ең көп таралған есірткінің түрі. Ол кофенің құрамында да бар. Алайда оның пайдасы мен зиянына алаңдап жатқан жандар өте аз. Кофенің пайдасына тоқтала кетейік. Бірінші, сергітеді және жұмыс өнімділігін арттырады. Ол кофеиннің ағзаға әсер етуіне байланысты. Көптеген ғалымдар кофенің есте сақтау қабілетін арттырып, көңіл күйді көтеретінін айтады. Сонымен бірге кофеин ағзадағы метаболизм процесін жылдамдатады. Мысалы, кофеин әр адамның бойындағы 29% майды ыдыратады екен, ал толық адамдарда 10%. Осы ыдыраған май жасушаларын ағза қосымша энергия көзі ретінде пайдаланады. Екінші, жаттығудан кейінгі бұлшық ет ауруын басады. Зерттеушілер жаттығудан кейін 2 шынаяқ кофе ішуге кеңес береді. Олар өздері жасаған тәжірибеде жаттығудан келген адамдардың жартысына кофе ішкізген. Артынан бұлшық еттегі ауырсынуларын 0 мен 10 балл арасында өлшеулерін сұраған кезде кофе ішкендердікі анағұрлым төмен болған. Үшінші, күйзелістен құтқарады. Кофеин ағзаның қозғалыс, есте сақтау және ойлау қабілеттеріне жауап беретін дофамин гормон белсенді бөлдіреді. Бұл гормон рахаттану кезінде де көп бөлінеді екен. Сондықтан ғалымдар кофе күйзелістен құтылуға көмектеседі деп отыр. Олар тәжірибе нәтижесінде күніне 1 шынаяқ кофе ішетін әйелдерде күйзеліске ұшырау дәрежесі 20%-ға төмен болатынын анықтаған. Төртінші, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Сингапур ғалымдары күн сайын 2 одан да көп шынаяқ кофе ішу бауырдың циррозға қатерлі ісікке шалдығуының алдын алатынын айтады. Өте тас жиналмайды. Сондай-ақ 489.736 адам қатысқан тағы бар зерттеуде күнде 4-5 шынаяқ кофе ішетін адамдардың асқазанында қатерлі ісіктің пайда болу қаупі 15%-ға төмендейтіні анықталған. Бесінші, диабет, альцгеймер мен паркинсон ауруларынан құтқарады. 457.922 адам қатысқан 18 зерттеудің нәтижесінде әрбір шынаяқ кофенің диабетке шалдығу қаупін 7%-ға төмендететіні дәлелденді. Себебі кофе глобулин гормонына әсер етеді. Ол өз кезегінде диабеттің дамуында айтарлықтай рөл ойнайтын тестостерон мен эстрогеннің қызметіне жауап береді. Ал альцгеймер ауруы 65 жастан асқан адамдарда болады. Оның белгілері ұмытшақтық, ойлау қабілетінен айырылу. Бұл ауруға қарсы дәрі әлі шыққан жоқ, алайда алдын алуға болады. Ол үшін дұрыс тамақтанып, үнемі физикалық және рухани жаттығулар жасап, кофе ішіп тұру керек. Паркинсон ауруы да сондай. 6. Кофе қанқұрттан қорғайды. Үндістандағы стоматологиялық институт ғалымдары өздері жүргізген зерттеудің нәтижесінде осындай қорытындыға келген. Олар күніне 3 шынаяқ қара кофе ішуге кеңес береді. Себебі сүт пен қаймақ оның пайдалы қасиеттерін жоғалтады екен. Енді кофенің зиянына тоқталсақ. Бірінші, ұйқысыздыққа шалдықтырады. Кофені көп ішкен жағдайда сергіту әсерімен бірге ұйқысыздыққа шалдықтырады. Себебі кофе ішкен соң ол 15 минуттан кейін ғана ағзаға әсер етіп, 6 сағатқа дейін белсенді болады. Егер ұйқыңыздың қанғанын қаласаңыз, түстен кейін немесе ұйықтар алдында 2-3 сағатта кофе ішпеңіз. Екінші, кофе дәріге әсер етеді. Егер қандай да бір дәрі қабылдап жүрсеңіз, дәрігерден оны кофемен бірге ішуге болатын болмайтыны туралы сұрап алыңыз. Себебі кофе дәрілік заттардың әсерін арттырып, немесе керісінше әлсіретіп жіберуі мүмкін. Үшінші, ана болу мүмкіндігін азайтады. Ринодағы Невада университетінің ғалымдары кофе ішетін әйелдердің жатыр түтігінің белсенділігі төмен болатынын анықтаған. Аналық жасуша жатырға осы түтіктер арқылы барады. Төртінші, кофе тәтті құмарлыққа келеді. Кофе ішкен адамдар жеміс шырынын, газдалмаған және өзге де тәтті сусындарға ішуге құмартып тұрады екен. Бұл шешімді австралиялық ғалымдар шығарған. Олар тәжірибеге қатысушыларда 2 топқа бөліп, бір топқа бірнеше күн бойы кофе ішкізген. Екіншісі ештеңе қабылдамаған. Нәтижесінде бірінші топтағылар күніне 419 мл, ал екіншілері 273 мл ғана тәтті сусындар ішкені анықталған. Бесінші, кофе түсік тастау қаупін арттырады. Огайо штатындағы ұлттық денсаулық институтының профессорлары 500 жұпқа зерттеу жасады. Олар күніне 2 шынаяқ артық кофе ішкендерде түсік тастау қаупі жоғары болғанын анықтады. Сондай-ақ жүктіліктің алғашқы 7 аптасында кофе ішуде зиян дейді ғалымдар. Алтыншы, қан қысымын көтереді. Италия ғалымдар 18 бен 45 жас аралығындағы 1200 адамға зерттеу жасай келе, көп кофе ішетін адамдарда қан қысымы 4 есе жоғарылайтын дәлелденді. Ал 2 шынаяқ кофе ішетіндерде ол 3 есе жоғарылайды. Қорытынды. Кофенің денсаулыққа пайдалы және зиянды жақтары бар екенін естен шығармаңыз. Сондықтан ғалымдар күніне 300 мл ғана кофеин қабылдауға кеңес береді. Ол шамамен 3-4 шынаяқ ұнтақталған кофе, немесе 5 шынаяқ ерігіш кофе. Сондай-ақ, егер сізде асқазанда, қуықта немесе қан қысымы байланысты аурулар болса, кофеден мүлдем бас тартқаныңыз жөн.
Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.